Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен хит болып жатқан восточный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирог бір жасағаннан керемет болып шығады, дәмі де ерекше үйлесімді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл дәмді пирогты жасау үшін бізге ұн, қант, қамыр қопсытқыш, сары май, жұмыртқа қажет. Ыдысымызға құрғақ ингредиенттерді саламыз. Ол ұн, қамыр қопсытқыш және қант. Қолымызбен араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерге сары майымызды саламыз. Қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде үгілмелі қамыр шығу керек. Одан соң бір дана жұмыртқаны салып, қолымызбен қамырды біріктіреміз. Біріктіріп алған қамырды тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Формамызға қамырды бір келкі қылып жайып шығамыз. Шет жағына да бортиктарын жасайсыздар. Бір тегіс болуын қадағалаңыздар. Начинкасына бізде жаңғақ, өрік, мейіз және қоюлатылған сүт қажет. Тестамызды жайып болған соң шанышқымен тесіп шығамыз. Енді 70 грамм мейізімізді саламыз. Одан кейін өрігімізді алдын ала турап алдым. Өрікті саласыздар. Үстіне грек жаңғағын саласыздар. Тегістеп алып, үстіне қоюлатылған сүтті құйып шығасыздар. Лопатканың көмегімен жақсылап бәрін тегістейсіздер. Пирогымыздың толық құрамын жазбаша түрде описание бөлімінде қалдырамын. Әдемілеп тегістеп болған соң алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке салып 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирог піскен кезде кішкене беті сарғайып шығады. Пирогты толықтай суылғаннан соң ғана формадан босатып шығарамыз. Формамыздан босатып алған пирогымыздың бетіне өз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Пирог өте дәмді, дәмі ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Ақмарал.